сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз ешкі сүтінің емдік қасиеттері. Жаңа сауылған сүттің емдік қасиеті өте күшті болады. Күн сайын тамақтың алдында жарты сағат бұрын бір кесе шикі ешкі сүтін ішіп алған адамның ағзасы сау болады. Түрлі жұқпалы ауруларға бой алдырмайды. Жаңа сауылған сүттің тағы бір қасиеті оның қуаты. 4-5 сағатқа дейін ішектегі жағымсыз бактерияны жоюға қауқарлы болады. Ешкі сүтінің көптеген емдік қасиеттері бар. Әсіресе асқазан ауруларында, анемияда, көздің нашар көруінде, диатезада пайдалы. Емшек жасындағы балаларды қоректендіру үшін аса қолайлы. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінің түсі аппақ болады, ал оның құрамында 40-тан астам биологиялық компонент бар. Сүттің құрамында микроэлементтер, дәрумендер, ақуыздар бар. Микроэлементтер құрамына кальций, магний, фосфор, марганец, мыс. Дәрумендерге А, B1, С, Д, B12, аскорбин қышқылы бар. Ақуыздың құрамына май 4,4%, белок 3,6%, лактоза 4,9% бар. Мұның ішіндегі адам ағзасына күнделікті қажетті болған ерекше маңыздылары А, С, B1, B2, B6, B12 дәрумендері, амин қышқылдары, ферменттер мен микроэлементтер. Сиыр сүтінің құрамында аз кездесетін элементтер ешкі сүтінде өте мол. Bir ғана кобальт басқа жануарлардың сүтіне қарағанда ешкі сүтінде 6 есе жоғары болады. Кобальт ағзадағы қан айналымды жақсартып, зат алмасу процесіне жағымды әсер етеді. Ешкі сүті альбуминге бай болғандықтан құрамындағы ақуыз ағзаға тең сіңеді. Сүттің құрамында кальцийдің мөлшерінің мол болуы жүрек қан-тамыр жүйесіне оңтайлы әсер етеді. Ешкі сүтінің көптеген емдік қасиеттері бар. Әсіресе асқазан ауруларында, анемияда, көздің нашар көруінде, диатезада пайдалы. Емшек жасындағы балалардың қоректендіру үшін аса қолайлы. Балаларды қоректендіруде сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүті жарамды келеді. Әрине, бала үшін ана сүтіне жететін тағам жоқ, бірақ жасанды немесе аралас қоректендіруде ешкі сүті ана сүтін алмастыру үшін лайықты және 6 айдан асқан балалар үшін қосымша қорек ретінде пайдалануға болады. Ешкі туберкулезбен, бруцеллезбен, сиыр ауыратында басқа да аурулармен ауырмайды. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрметті орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры. Сіздің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры, Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы деректер.